Ассалаумағалейкумдер, армысыздар. Мынау менің Макран Дождь деп жазылып тұрған логиным міне жоғарыда. Енді мынандай видео ашады, сосын мына посттың астында мыналарды оқиды ғой, міне қараңыз. Мына арасы ашық тұр да. Ал Инстаграмның өзіне жазсаң осындай қылып, бұл қосылып кетеді арасының бәрі. Енді бұны қалай арасын ашық қылып жазамыз? Ол үшін сіздер мынандай қылып арасын ашық қылу үшін бізде Telegram деген скачать етіп аламыз. Telegram деген Play Market'тен Telegram ашып аласыз. Бұл да WhatsApp сияқты, бұның ерекшелігі көп. Бұның ішінде текст Instagram бот деген бар. Қазір английский көрсетейін. Текст Instagram бот деген бар. Текст. Міне, өздеріңіз көріп тұрғандай, міне жоғары жақта текст инстабот деп тұр. Осыны басып ашасыздар. Одан кейін осы ішіне тіркелесіздер. Мысалы, мынандай. Мысалға көрсетейін сіздерге. Осының ішіне текст жазатын болсаңыздар, мысалы, бүйтіп жазып келесіңде, осылай жазып келесіз, арасына бүйтіп қалдырғыңыз келсе, төмен қарай түсесіз. Тағы мынандай смайликтер қоясыз басына, мысалы. Сосын мысалға көрсетіп жатырмын мен сіздерге. Смайлик қоясыз, мысалы. Содан кейін тағы жазғыңыз келсе, былай жаза бересіз, қараңыз міне. А деп мен мысалы, сіз өзіңіз сөз мәтін жазуыңыз мүмкін. Тағы арасын қараңыз міне. Осылай. Арасын қазір міне. Д деп салайын. Енді көбіне Инстаграмда мысалы бір пост жазған кезде, не қылған кезде алдына смайликтер қояды да. Сол кезде арасын ашып, осылай жазады. Өйткені арасын ашып жазбаса, адамдар кейбіреулер оқығысы да келмейді оны. Міне. Өйстіп арасын ашық қылып жазасыздар. Мен сіздерге мысалға көрсетіп отқаным ғой. Мысалы, осылай қылып жазады. Қараңыз. Осылай қылып жазасыздар. Мен мысалға көрсетіп жатырмын. Тағы төмен қарай түсесіз, мына төмен жақ мына Enter'ді басып, төмен қарай тағы түсесіз. Осылай жаза бересіз, міне. Мысалы, бір смайлик қойдым, мысалы, постқа. Содан кейін ал жазып жатырмын, қараңыз, мен мысалға көрсете берейін сіздерге. Қазір мына жерін анандай болып кетті ғой. Міне. Міне, енді қараңыз, көрдіңіз ба? Сізге дайындап берді мынандай мәтінді. Осыны Инстаграмға жаңа фотоңыздың астына осындай қылып жазып, әдемілеп қойып қойсаңыз болады. Осындай қылып аламыз да, міне скопировать етіп аламыз. Сосын Инстаграмға жаңа қоятынын жүктейсің де, мысалға көрсете берейін, тағы бір нәрсе көрсете берейін. Соған Инстаграм қалай қоятынын, не қылатынын кейбіреулеріңіз білсеңіз, біреулеріңіз білмеулеріңіз мүмкін. Осындай фото, видеоларды мысалы міне бір фотоны қоя салайын, мынаны қойдық дейік. Міне. Кетті, міне. Енді міне. Жаңа скопировать етіп алғанды ставить етеміз, міне. Көрдіңіздер ма? Поделиться бастық. Міне. Қазір міне қараңыз. Қайда кетті жаңа? Міне. Мына фотоны аштым, міне. Астында мына мәтіндері мынандай әп-әдемі болып, арасы ашық тұр. Көрдіңіздер ма? Сол кезде адамдар оны емін-еркін оқиды. Видео ұнаса лайк басып, подписаться басып, тағы қандай видеолар салайын Инстаграм жөнінде, соларды айтып отырыңыздар, комментарийға жазып. Ал Инстаграм жайлы